Заман ілгерілеп, медицина қанша қарыштап дамыса да, химиялық дәрі-дәрмектен гөрі табиғи ем түріне деген қажеттілік қашанда маңызын жойған емес. Соның ішінде ата-бабаларымыз ежелден қолданған тәсілдердің бірі құрқылтайдың ұясымен ем жасау. Құрқылтай қасиетті де киелі құс. Біле білсеңіз, оның ұясы 80 түрлі ауруға ем болады екен. Радикулит, цистит, қуықтағы грыжа, сүйектің сырқырауы, буынның қақсауы, тамырлардың ісінуі, бүйрек аурулары, ревматизм, жыныс жолдарының суықтауы, жатырдағы түрлі аурулар, простатит, аденома, бедеулік, белсіздік, құрсақ көтермеу сияқты көптеген ауруларға ерекше шипа. Ал енді емнің қалай жасалатынына тоқталайық. Құрқылтайдың ұясымен емделу үшін емші іздеп әуре болудың қажеті жоқ. Ем-домды кез келген адам үй жағдайында өзі-ақ жасай алады. Мысалы, цистит кезінде немесе бала шыжың болса, ересектерде зәр шықпай, керісінше жиі мазаласа, қуыққа тас байланса, қуық қабынса, ұядан азырақ бөліп алып, оны түтіп, шұңқырлау темір ыдысқа саласыз да, оған аздаған адыраспан қосасыз. Сөйтіп бәрін бірге тұтату керек. Қыз-келіншектер ұзын етек көйлек, ал ер адамдар белінен төмен жамылғы орап алып, сол түтін басылғанша үстінде отырады. Оған бар болғаны 10-15 минут уақыт кетеді. Бұл емделудің бір түрі ғана. Сырт көзге күлкілі көрінуі мүмкін, алайда 3-4 күннен соң шынында да шипалық әсері бар екеніне көз жеткізе бастайсыз. Кейде тіпті бір қолданғаннан-ақ пайдасын көресіз. Дәл осы амал әйелдердегі суық ұстауы мен жатырдағы басқа да ауруларға, бедеулікке, ер азаматтардағы импотенция, простатит, бел омыртқасындағы грыжаға да шипа. Тек ұяның бұлауына кешкісін жатар алдында ғана түскен жөн. Өйткені ем қабылдағаннан кейін желге шығуға, суық тигізуге болмайды. Ем 10-15 күнге дейін жалғасады. Осы аралықта құрқылтайдың бір ұясы ғана жетіп жатыр. Ал тізеде, буындарда, тіпті желкеде тұз болса, сарсу жиналу, аяқ буындарының ісінуі, сүйектің қақсауы кезінде жаңа орылған бидайды сабағымен бірге құрқылтай ұясының аз ғана бөлігімен суға бір қайнатып алып, айналасын қымтап, сол қоймалжыңға тізерлеп отырады. Оны азырақ мөлшерде жасап, қалыңдау матаға салып, екі тізеге желкеге таңып қоюға да болады. Қаны қою, ұйып қала беретін адамдарға, радикулит, остеохондрозда да осы тәсіл ерекше ем болады. Бүйрегі суықтап сыздаған және тас пен тұз жиналған адамдар үшін бір ұяны ортасынан екіге бөліп, оны екі бүйрекке таңып қойған абзал. Сондай-ақ сыртынан жылы орап қою керек. Құрқылтай ұясы ешқашан бүлінбейді, сасымайды. Сондықтан бүйрек суықтағанда оны қайтадан бірнеше рет қолдана беруге болады. Бір ескеретін жайт, ем екен деп құрқылтайдың ұясын кез келген уақытта ала беруге болмайды. Ұяны балапандар қанат қағып, бос қалғанда ғана пайдаға жаратқан дұрыс. Әйтпесе қасиетті құстың киесі ұрады. Құрқылтай ұяны кем дегенде 7 метр биіктікке, ағаштың ұшар басына салады. Жерден қарағанда бұл кәдімгі себет қапшықты немесе дорбаны ағаш бұтағына іліп қойғандай көрінеді. Оған адам түгілі өрмелеген жылан да жете алмайды. Жылан қанша жармасса да, бұтақтың иілгіштігінен жерге сырғып түсіп қалады. Сондай-ақ қанша күшті жел соғып нөсер жауса да, ұя соғалпы тұра береді, үзіліп түспейді. Өйткені құрқылтай ұясын тоқығанда шөп пен жібек жіпті пайдалана отырып, ағаштың бұтағына мықтап байлап тастайды екен. Ал ұяны ауыз сілекейімен өріп тоқиды. Ұяның негізгі емдік пайдасы да құрқылтайдың сол ауыз сілекейінде. Құс ұясын салғанда жібек жіпті жақын маңдағы ауыл үйлерінен ұрлап алады екен. Жібектен басқа мақтадан немесе синтетикадан жасалған маталарға тиіспейді. Құрқылтай құсының ерекшелігі адамзаттың арқасында ұя соғып, балапан ұшқан соң сол ұяны сол адамзатқа емге тастап кетеді деседі.